Баршаңызға сәлем. Мен бүгін өзім ақпаратымды қызылшаның шырыны арқылы иммунитетіңізді 7 күнде тез көтеруге болатынын айтатын боламын. Жалпы қызылша шырынының емдік қасиеті орасан зор, ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті күшті десе болады. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдар да жоққа шығара алмайды. Сонымен қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатыны туралы төменде толық айтатын боламын. Қызылша жалпы ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, шекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана жекі қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. Бір стақан езілген қызылшаға біраз қасық алма сірке суын араластырып тоңдырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның бір ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Жер жаһанды өзінің қанық түсімен бүлдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтарын ғана емес, тамырларын да пайдаланғандығы Гиппократ және Аристофан фосфат еңбектерінде дәлелденген. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, ар дәрумендерінің негізі С, В1, В6, Е дәрумендері, фолий қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған гипертониямен және бауыры ауыратын іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып суын төгеді де 10 минут үстінде суық су ағызып қояды. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын емдеуге болады, яғни ангина. Ол үшін 1 стақан қызылша шырынына біраз қасық балды қосыңыз да, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. С дәруменінің жоғары болуына байланысты қызылшаның негізгі қасиеттері инфекциялар мен суықтың алдын алу болып табылады. Құрамындағы В1 дәруменінің арқасында қызылша жүрек тамыр және бұлшық ет жүйесіне оң әсер етеді және есте сақтау қабілетін жақсартады. Күнделікті рационды қызылшамен байыту дененің су балансын теңестіруге көмектеседі. Сүйектерді нығайтады, тістерді нығайтады және мидың жұмысын қолдайды. Қызылша жиі артық салмақпен және семіздікпен күресетін, қандағы холестерин деңгейін төмендеткісі келетін және күйдіргішпен ауыратын адамдардың диетасында қолданылады. Қызылшаны әртүрлі тәсілдермен жеуге болады. Қызылша тамырларын немесе жапырақтарын әртүрлі тәсілдермен қолданатын көптеген рецепттерді табу қиын емес. Қызылшаның өзі үй жағдайында оның сорпаларға,
салаттарға, негізгі тағамдарға және тіпті десерттерге де тамаша қосымша ретінде пайдалануға болады. Қызылшаны қарапайым күйінде, яғни шикі күйінде жеген дұрыс. Пісірілген қызылша іш қатуды тез жояды. Ал үгітілген қызылшадан алынған жаңа грель ежелден халықтық медицинада жаралар мен жараларды тез емдеуге қолданылған. Әсер ету үшін 1-2 рет жасаған жеткілікті. Қызылша дәрумендерге бай, өте пайдалы көкөніс. Құрамындағы бетаин артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қызылшаны шикілей деп пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа дейді зерттеуші ғалымдар. Тұмау, суық тию ауруларынан емдейді. Қызылша ағзадағы қабыну процестерін тоқтатады. Тамақ ауырғанда қызылша шырыны ем болады. Тамақ қызарып жөтел асқынғанда қызылша шырыны мен тамақты шаю керек. Мұрын бітеліп гайморит мазалағанда қызылша шырынын 5-6 тамшы тамызады. Және де қанды көбейтеді. Қан құрамында гемоглобин төмендегенде қызылшаны көбірек тұтынған жөн. Бұл көкөністен неше түрлі салат жасауға болады. Қанды көбейту үшін 1 стақан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып күніне 3 рет ішесіз. Сондай-ақ жоғары қан қысымына шипа болады. Қызылшадағы табиғи нитраттар қан тамырларын кеңейтіп, артериялық қысымды төмендетеді. Сонымен қатар бауыр мен асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруы сізді мазаламайды. Қызылшаның құрамындағы бетаин бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруды емдейтін қасиеті бар. Қызылша іш қатудың алдын алады. Бұлшық еттерді нығайтады. Қызылшада бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Спортпен айналысатындар қызылшаны көбірек тұтынғаны жөн. Қызылша шырыны ауырсынып тұрған бұлшық етті қалпына келтіреді. Төзімділікті арттырады. Сонымен қатар токсиндерді шығарады. Қызылшада пектин көп. Олар адам ағзасын радиация мен ауру металдардан қорғайды. Холестериндерді шығарады. Адам терісі тазарып, сұлулығы арта түседі. Ағза шлактардан арылып, сауыға түседі. Адам жасушалары жаңарады. Бұл өз кезегінде онкологиялық аурулардың алдын алады. Сонымен қатар қызылша зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальция себепті. Қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәсірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс ауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Міне, қызылшаның осындай пайдалы жақтары өте көп. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны баса кетіңіз.